Сіздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қанша ақша жиналғанын білесіз бе? Кей адамдарда артық сума жатып қалады, ал өзі білмейді. NPF сайтында ақша босқа жатпасына мүлде кіріп көрмеген, ал кейбірі тіркелмеген де. Сол үшін мен бүгін сіздерге 3 қадаммен бәрін көрсетемін: тіркелу, кіру және тексеру. Сіздермен бірге Іскер азамат YouTube каналы іскерлік білім және оның дамуымен бөліседі. Бүгін мен сіздерге NPF-тағы зейнетақы жинағын қалай тексеруге болады, қалай тіркеліп жеке кабинетке кіреміз, артық сума болса не істеу керек болады, осының бәрін видеомен түсіндіретін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдымен Google-дың іздеу батырмасына NPF деп жазамыз. Міне осы жерде бірінші сілтеменің үстінен басамыз. Кабинет деген таңдап кіруіміз қажет. Біздің жағдайымызда жеке тұлға кабинетіне кіреміз. Жеке кабинетке кіру үшін ең алдымен біздерге сайтқа тіркелу қажет болады. Ол үшін төменде көрсетілген тіркелу батырмасын басамыз және осы жерге өзіңіздің ЖСМ номеріңізді жазып, жалғастыру батырмасын басу арқылы видео өтетін боламыз. Егер сіздер осы NPF сайтына өзіңіздің соткаңыздағы Егов Mobile арқылы кіруді көздейтін болсаңыздар, онда осы жерге Егов Mobile'ды басып, мерге ЖСМ-деріңізді теруіңіз қажет болады. Және сіздерге осындай QR көрсетіледі. Осы QR-ды Егов Mobile'ның QR кодты сканерлеу арқылы өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге кірулеріңізге. Сондай-ақ осы жерде сіздер NPF сайтына өздеріңіздің ECP кілттеріңізбен кірулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін мынау ECP кілтті жерде өзіңіздің ECP-іңізді көрсетіп, жерде выбрать етіп таңдау арқылы өзіңіздің папкаңызды көрсетесіз, ECP-іңіз қай жерде сақталған, сол арқылы кірулеріңізге болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтына сіздер ең алдымен тіркелу өтулеріңіз қажет. Егер тіркелген болсаңыздар, өзіңіздің ЖСМ номеріңізбен құпия сөзіңізді көрсету арқылы кірулеріңізге мүмкіндік болады. Егов Mobile арқылы кіруге болады және ECP кілтпен қалай кіруге болатындығын мен сіздерге көрсеттім. Осы жеке тұлғаның кабинеті, яғни сіздің данияларыңыз көрсетіліп тұрады және осы бір жерде жинақталған суммаларыңыз көрсетіліп тұрады. Қараңыздар, мұнда сіз ай сайын қанша аударылған жалпы сумманы нақты көре аласыз. Осыдан төменге түсетін болсақ, біз ең төменгі жеткілікті шекті көре аламыз. Ол міне көрсетіліп тұр. Ең төменгі жеткілікті мөлшер, яғни осы мөлшерден асқан сумманы сіз өзіңіздің отбасы банкіңізге аударуға болады. Яғни бұл ақша босқа жатпау қажет. Қараңыздар, екі түрлі көрсетіліп тұр. Яғни жеке табыс салығын бір жолғы ұстап қалған қолжетімді қаражат, жеке табыс салығын қалудан кейінгі қалдырылған сома, отқандарыңыздай осы 436 мың теңгені біз отбасы шотымызға аударуымызға мүмкіндік болады. Келесі видеода мен сіздерге міндетті түрде осы 436 мың теңгені отбасы банкке қалай аударуға болатындығын көрсететін боламын. Сондай-ақ келесі видеода мен сіздерге 50%-ға дейінгі зейнетақы жинақтау қорындағы қаржыңызды қалай екінші деңгейлі банктерге сенімгерлік басқаруға беруге болатындығын көрсететін боламын. Яғни ол мына жерде 2,5 миллион теңге. Неге сенімгерлік басқаруға беру керек, мен сізге ақпарат ретінде айта кетейін. Өйткені бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры ол Қазақстан бойынша жалғыз, бірақ ол өзінің 22 триллион теңгесін әртүрлі инвестицияға салып отырады. Дегенмен бұл инвестициялардың тиімсіздігін, яғни бір монополия басқарғаннан кейін ол ақша өзінің қажетті деңгейінде айналымды болмайтындығын мемлекет бақылап отырып, оны екінші деңгейлі банктерге сенімгерлік басқаруға беруге мақұлдады. Бұл 2023 жылдан бері жүзеге асады, бірақ оны көп қазақстандық біле бермейді. Өзінің зейнетақы жинағындағы портфельді екінші деңгейлі банктерге сенімгерлік басқаруға беруге болатындығын және одан жақсы инвестициялық табыс тауып, жылдың соңында ол ақшаларды қайтадан өзінің зейнетақы жинақтау қорының портфеліне аударып, өзінің мына жердегі пароктан асатын суммаларын көбейтуге болатын. Яғни соған бір мүмкіндік бар екен, жағдайын жақсартуға болатындығын көп адам біле бермейді. Яғни мемлекет көп жағдайларды жасап жатыр, бірақ оған біздің әлде де қандай да бір өз қажеттілік деңгейінде қаржылық сауаттылығымыз, экономикалық сауаттылығымыз жетпей жатыр. Сондықтан да Іскер азамат YouTube каналы сіздерге бұны қарапайым тілмен барынша түсіндіріп қолдануға мүмкіндік береді. Міндетті түрде каналға тіркеліп қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Келесі шыққан видеоларда алғаш бірі болып көретін боласыз. Өз достарыңызбен бөлісе жүріңіз. Назарларыңызға рахмет.